Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Бәйтерек ауылы Бәйтерек орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Жандосқызы Жанерке барша адамзаттың отансүйгіштік рухын ояту мақсатында «Мен Қазақстанның азаматымын» атты жобаны ұсынғым келеді. Туған жердің топырағына тамыр жайған әрбір жан үшін отаннан қасиетті ұғым жоқ. Қазақстан менің жүрегімнің төріне мәңгілік орын алған кең байтақ даласы мен асқақ таулары, тарих пен тағдырдың куәсі болған қасиетті мекен. Бүгін мен тек өз атымнан емес, тұтас бір ұлттың өкілі ретінде Қазақстан азамат екенімді мақтанышпен айтамын. Өз жерімді сүю, қорғау, дамыту менің ең басты міндетім. Елімнің көк байрағы желбіреп, тұғыры биік болсын. Мен Қазақстанның азаматымын атты жобаның мақсаты. Қазақстандық жастардың бойына елге деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік сезімін нығайту, қоғамға белсенді араласуға ынталандыру. Өзектілігі: қазіргі таңда жаһандану мен көші-қон үдерістері күшейіп, халық арасында ұлттық бірегейлікті сақтау қиынға соғуда. Осы мәселені шешу. Идеясы: отансүйгіштік рухын қалыптастыру, азаматтық жауапкершілікті арттыру, елдің болашағына үлес қосуға ынталандыру. Жобадан күтілетін нәтиже. Бірінші күтілетін нәтиже: тыңдарманның отансүйгіштік рухын ояту. Әрбір азамат елінің нағыз жанашыры болып, мемлекеттің өркендеуіне үлес қосады. Екінші күтілетін нәтиже: ұлттық бірегейлікті нығайту. Тілі мен ділін қадірлейтін, салт дәстүрін ардақтайтын тұлға қалыптасады. Үшінші күтілетін нәтиже: ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Мемлекеттік рәміздерге, тілге, мәдениетке деген құрмет артады. Қазақстан ұлы даланың төрінде орналасқан кең байтақ тәуелсіз ел. Оның шежірелі тарихы, түркілердің алтын бесігі, жауынгер бабалардың даңқты жолы. Бүгінде Қазақстан бейбітшілікті ту еткен, дәстүр мен заманауилығы үйлескен өркениетті мемлекет. Қазақстан халқының барша адамзатының отансүйгіштік рухын ояту жолында Қазақстан халқы ассамблеясы ерекше орын алады. Қазақстан халқы ассамблеясы бірлік пен бейбітшіліктің алтын діңгегі. Тамырын тереңнен тартқан ел татулықпен көгереді, ынтымақпен өркендейді. Ассамблея сан түрлі ұлттың жүрегін бір арнаға тоғыстырған, татулықтың туын тіккен ұйым. Қазақ жерін паналаған әрбір ұлт пен ұлыс бір үйдің баласындай тату өмір сүрсе, бұл елдіктің белгісі. Үш тұғырлы тіл қазақ халқының мызғымас бірлігінің кепілі. Тіл халықтың жаны. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. Оны білу әр азамат үшін маңызды. Бірақ заман талабына сай көп тілділік те ерекше рөл атқарады. Қазақстанда қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеру арқылы біз әлемдік қауымдастықпен байланыс орнатып, дамыған елдер қатарына қосыла аламыз. Қазақ тілі біздің бірлігіміздің кепілі. Егер біз оны сақтап дамытсақ, еліміздің болашағы жарқын болады. Сол себепті әрбір азаматтың қазақ тілін меңгеруі патриоттық борыш. Отбасының тәрбиелік рөлін нығайту. Отбасы қоғамның негізгі тірегі. Ата-анамыздан алған тәрбие, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету қазақ халқының басты дәстүрлерінің бірі. Отбасында берілген тәрбие ұлттың болашағын қалыптастырады. Егер біз жас ұрпаққа жақсы өнеге көрсетсек, олар болашақта еліміздің лайықты азаматтары болады. Төзімділік пен сыйластықты дамыту. Біздің қоғамда барлық этностар бейбіт өмір сүріп, бір-біріне сыйластықпен қарайды. Біз әр адамның дініне, ұлтына қарамастан тең құқылы екенімізді түсінуіміз керек. Осындай толеранттылық пен достық біздің басты құндылықтарымыздың бірі болып қала береді. Егер әрбір азамат толеранттылық сақтап, мәдениеттерге құрметпен қарайтын болса, еліміз бұдан да көркейе түседі. Қорытындылай келе, мен Қазақстанның азаматы болғаныма мақтанамын. Тұғыры биік еліміз мәңгі жасасын. Жобаны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.